Сәлем баршаға, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін осылай торттың сыртын қалай қаптау керек екендігін көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге керекті заттар: сүзбелі ірімшік, творожный сыр, сары май және қант ұнтағы керек болады. Ең алдымен таза ыдысымызға жұмсақ бөлме температурасындағы сары майымызды салып, оның үстіне қант ұнтағын салып, миксердің көмегімен біріккенше жақсылап араластырып аламыз. Біздің массамыз осылай бірікті. Енді үстіне сүзбелі ірімшікті, яғни творожный сырды саламыз. Тағы да миксердің көмегімен араластырып аламыз. Бізде осылай аппақ крем пайда болады. Осы күйінде де қаптасаңыздар болады торттарыңызды. Бірақ менің тортым тематикалық торт болғандықтан мен күлгін түсті дайындап аламын. Ол үшін осылай қызыл красканы қосамын, яғни бұл пищевой краскалар, және оның үстіне 1-2 тамшы көк красканы қосып, күлгін түсті дайындап аламын. Біздің креміміз дайын болды. Енді осылай кондитерлік мешоктың бас жағын кесіп аламыз. Осылай ыңғайлы ыдысымызға мешогымызды кигізіп, кремімізді барлығын толықтай мешогымызға салып аламыз. Тортымыздан осылай кольцомызды шешіп аламыз. Біздің тортымыз тоңазытқышта, яғни холодильникте 1 түнге тұрды. Енді тортымызды толықтай қаптай берсек болады. Кремді осылай астынан бастап жоғарыға қарай айландыра отырып қаптап шығамыз. Кремді толығымен тортымызға жағып алдық. Енді осылай спатула деп аталатын кондитерлік құралдың көмегімен тортымыздың шетін, жоғарғы жағын толықтай қаптаймыз, яғни тегістейміз. Осылай видеода көрсетілгендей етіп тегістеп алсаңыздар, торттарыңыз әдемі, түзу болып шығады. Тортымызды осылай толықтай тегістеп алдық. Енді әсемдеуі өз қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.